Саламатсыздар ма? YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен сәбіз салатын өте жылдам орындалатын тәсілімен салат жасайтын боламыз. Сонымен бізге керегі сәбіз, приправа, кинза, пияз, май керек болады. Қалған нәрселердің барлығы осы приправаның ішінде бар. Бірінші салатымызды, жаңағы сәбізімізді жақсылап теркіден өткізіп алатын боламыз. Тамақты бастаған кезде кішкене дайындасаңыз, тамақпен бірдей дайын болады. Бұл салат өте жылдам. Міне сәбізімізді теркіден өткізіп алдық. Енді үстіне приправамызды салып 20 минут, жарты сағатқа қойып қойсақ болады. Кішкене су шығады, приправаның дәмі шығады. Міне енді осының бетін жауып, тындырып қоя тұрамыз. Оған дейін біз майға пиязды қуырып, дәмді май жасайтын боламыз. Бұның пиязын қолданбаймын, тек қана кішкене қуырып дәмін шығаратын боламын. Ыстықтай үстіне құямыз осыны. Үрлеу етіп турадым. Кішкене қызарттым. Майдың иісі керемет болды. Дәмі одан да керемет. Міне осыны енді дайын тұрған сәбіз салатымыздың үстіне саламыз. Енді осының үстіне кішкене кинзамызды саламыз. Міне осымен салат дайын болды. Енді дастарханға ұсына берсек болады осыны. Міне салат дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар.